Біз ата-аналар былай ойлайды екенбіз, өзім қиналдым ғой, бұл қиналмасыншы деп үйін машинасын алып береді екенбіз. Өсіп алғаннан кейін сізді біреу мәжбүрледі ма дейді. Болмаса, возможно, айтады, папам алып береді, мамам алып береді деп жүре береді. Сондықтан балаларға конкретно айту керек екен негізі. Бұның бәрі менікі. Өздерін тауып алыңдар деу керек екен. Негізі. Бірақ бергін келіп тұрады ғой аналарға. Бар болғаннан кейін үй алып бергін келіп тұрады, машина алып бергін келіп тұрады. Балалардың бәрінің бір үйлері бар негізі. Бірақ бермей отырмын. Пока бермей тұрмын. Бергім ақ келіп тұр, жаным ашиды, бергім келіп тұр негізді. Бірақ соны бермей отырмын. Көрсін кейін піссін деп. Беру оңай. Бірақ күнде бірақ сағатта бере саласын. Оның қадір бола ма, болмай ма? Айтыңызшы. Болмайды. Сізді деген мысалы еңбекке баулыды ғой, еңбекқорлыққа әкеңізде. Мен де соны кішкене көрсін деп жатырмын. Ашшының өмірін көру керек. Беру оңай. Мен любой момент беремін. Айтпесе бәрін бір үй алып қойғам уже. Давно беріп қойсам болады еді, мә деп. Қадір болмайды деп ойлаймын кішкене.